Баршаңызға сәлем. Бүгін мен осындай өте дәмді болып шығатын картошка пирожныйын жасаймын. Сондықтан менің видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Маған керекті заттар 500 грамм осындай печенье және пай коржықтарының сынықтары, 100 грамм май және 1 кесе сгущенка керек болады. Егер болса блендер, болмаса оқтаудың көмегімен езіп аласыздар. Менің жағдайымда блендермен езіп алатын боламын барлық печеньелерімді. Блендер машинкасы маған барлығын осындай бір келкі қылып езіп береді. Осындай өте ұсақ печеньелер шықты. Барлығын осындай шұңғыр ыдысқа салам. Себебі шұңғыр ыдысқа салсаңыздар, печеньелерің шашырамайды. Өте жақсы тұратын болады. Онымен печеньелерімнің соңғы бөліктерін езіп алдым. Ары қарай осындай торттың, яғни пай тортының коржықтарының сынықтары болған үйде. Соларды қосып жіберді, жөн көрдім. Сіздер үйдегі кез келген печеньеден жасасаңыздар болады. Мен барлығын осылай езіп алдым. Ары қарай бір кесе сұйық сгущенкамды құятын боламын. Сгущенкаларыңыз сұйық болса өте жақсы болады. Және кішкене ғана ерітілген 100 грамм сливочный майымды салдым. Какао салсаңыздар болады. Мен какаоны соңғы сәтте ғана салдым, 2 қасық үлкен қасықпен. Какао салмасаңыздар да болады, себебі мен ұмытып кеттім. Сондықтан соңғы сәтте ғана осылай ситаның көмегімен, яғни какаомыз ситадан өткізіп салатын боламыз. Себебі какаода комоктар болуы мүмкін. Мұны менің массам дайын. Енді ары қарай қолымның көмегімен осы печеньелерім бір-біріне жабысатындай дәрежеге дейін осылай қамыр тәріздес қылып илейтін болам, барлығын біріктіріп. Ары қарай қолымның көмегімен осындай пирожныларымды картошка тәріздес формаға келтіремін. Сіздер кез келген өздеріңізге ұнайтын формаға келтірсеңіздер болады. Мұны менің пирожныларым қолға өте жақсы ыңғайлы жасалып жатыр, формаға келтіріліп. Соң ары қарай тағы да көрсетіп жіберем. Мен формамды осылай картошка формасына келтірем, яғни пирожныларымды. Мұны менде осындай 2 үлкен тарелка картошка пирожнылары шықты. Пирожный дәл осылай қалдырсаңыздар болады, немесе әсемдесеңіздер болады. Мен үйде торттан қалған креммен әсемдеуге шештім. Менде насадка, жабық жұлдыз насадкасы. Мұны пирожныларым барлығының бетін осылай креммен әсемдеп шығатын боламын. Егер де креммен әсемдесеңіздер, то сіздердің пирожныларыңыз дәл магазиндегі пирожныларға ұқсап шығады. Яғни өте әдемі болады. Мұны менде осындай 2 тарелка керемет пирожнылар шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.